Баршаңызға сәлем, есімім Назира. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен қазан кебап пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте керемет дәмді тағам. Бұл тағамды дайындау үшін маған 1 килограмм қойдың еті, 1 килограмм картошка, жуа, тәтті бұрыш қажет болды. Етті мен алдын ала маринадтап дайындап алғанмын. Тұз, қара бұрыш, тмин, мята, паприка, қызыл бұрыш, кішкене чеснок қосып маринадтап бәрін дайындап алдым. Енді осы етті қазанда қызып тұрған майға қызартып қуырып аламын. Достар, мен каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Болашақта менің шығатын жаңа видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Еттімді осылай қызартып қуырып аламын. Менімен бірге осылай жасап көріңіз, өте дәмді болып шығатын тағам. Сосын екінші кезекте картопты және осылай қуырып аламын, қызартып сыртын. Достарыңызбен бөлісіп, комментарий бөлімінде ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Сіздің ойыңыз, пікіріңіз мен үшін өте маңызды. Мінекей картопты да осылай қуырып, екі жағын қызартып қуырып, осылай дайындап аламын да. Енді қазандағы артық майды құйып аламын. Тамақты осы майға жасайтын боламын. Осылай менімен бірге жасап көріңіздер. Енді ең алдымен картопты саламын. Бұл картоптың үстіне пияз, тәтті бұрышымды саламын. Өте дәмді болып шығатын тағам. Міндетті түрде жасап көріңіз осылай. Енді оның үстіне бір 3-4 бөлік сарымсақ салып жіберемін. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш. Сосын мұның үстіне бағанағы қуырып алған етімді саламын. Еттің үстіне мен ешқандай тұз, бұрыш, еш нәрсе салмаймын. Өйткені бұл етім тұзы сіңіп дайын тұрған ет. Тек қана үстіне жағы жуа мен тәтті бұрышты салып, бетін жауып, 1 жарты сағатқа баяу отта бұқтырып қоямын. Мінекей мен тамағым дайын болды. Өте керемет дәмді. Иісі деген енді сөз жоқ. Осылай менімен бірге жасап көріңіздер. Мінекей видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Өте дәмді тағам. Осылай өзіңіз де жасап көріңіз. Болашақта менен қандай рецепттер күтесіз? Комментарий бөліміне соны жазып қойсаңыз болады. Сау болыңыз.